Екінші Шоқан Әлиханов атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Күлбаева Айнұр. 3 Б сынып қазақ тілі пәні. Ал саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі күнімізге кәне сәттілік тілеп алайық. Кәне қайырлы күн болсын, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күніміз үшін сәттілікке толсын. Өте жақсы балалар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Сабаққа дайынбыз ба? Иә. Олай болса кәне орнымызға отыра қойып. Ал енді балалар, өткен сабақта қандай тақырыппен танысқан еді? Дыбысымен таныстық па? Дыбысымен таныстық. Үйге қандай тапсырма берілген еді? Әлия? 18. жаттығу? 18-ші жаттығуды берген тұғын. 18-ші жаттығуда не істеуіміз керек еді балалар? Біз түсіп қалған көмлектерінің орнына түсіп қалған дыбысты қойып, не істеуіміз керек еді? Жазып келуіміз керек еді. Қазір сендерге мен дұрыс жауап эталонын беремін. Үй тапсырмасын тексеру кезеңінде балалар өз жұмыстарын жұпта сағат тілмен ауыстырып, дұрыс жауап эталондарымен тексеріп шықты. Тапсырманың дұрыс орындалуына қарай балаларды 1, 2, 3 деген бал жазылған тиындарды тарату арқылы бағаладым. Ал балалар, енді тақтадағы суретке назар аударыңдар. Қараңдар, мына суреттегі заттарға қандай ортақ әріп жоқ, дыбыс жоқ, соны кім айтады кәне? Ойланыңдаршы. Кән әбіре ал, айта ғой. Қандай дыбыс жоқ? Бұяқта бұл суретте бәріне ортақ В дыбысы жоқ. Өте жақсы. В дыбысы жоқ екен, е? В дыбысы жоқ екен. Олай болса балалар, бүгінгі тақырыбымыз, біздің жаңа тақырыбымыз В дыбысы. Ал бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, қараңдар, В дыбысы туралы білімдеріңді пысықтап, бүгін толықтырасыңдар. Және де В әрпі бар сөздерге дыбысты талдау жасай отырып, сауатты жазуды үйренесіңдер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Түсінікті ғой, олай болса дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазып, В дыбысы деп жазамыз. Кәне. Ал балалар, дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Ал балалар, сонымен В дыбысы туралы не білеміз? В дыбысы қандай дыбыс? Кім айтады кәне? Кәне, қол көтереміз. Ал Әлияжан, айта қойшы. В дыбысы ұяң дыбыссыз болады. Дауыссыз дыбыс па? Ұяң дауыссыз дыбыс екен. Ал енді В дыбысы қалай жасалады? Қалай жасалады? Өте жақсы еді. Жақсы. Ерін мен тістің жанасуына жасалады екен, е? Өте жақсы. Ал енді айта қойыңдаршы, В дыбысы сөздің қай буынында кездеседі? Қай буынында кездеседі? Мысалы, қараңдар. Вагон дегенде қай буынында кездесіп тұр? Бірінші буынында дұрыс айтасың. Тағы да, трамвай дегенде ше? Бірінші дыбыс. Трамвай. Екінші буынында кездесіп тұр, е? Ал енді Асқаров дегенде? Үшінші буынында, яғни соңында. Бұдан не қорытынды жасаймыз? Яғни В дыбысы сөздің барлық буынында кездесе береді екен, е балалар, есіңізде осыны сақтаймыз. Ал балалар, енді тақтаға назар аударыңдар. Мына суретке назар аударыңдаршы, кәне қарай қоймада суретке. Суретті диктантты орындаймыз. Сабақтың 2 кезеңі бойынша балалар суретті диктант тапсырмасын орындады. Мұнда суретте бейнеленген В дыбысы бар көлік атауларын дәптерлеріне жазып шығып, жұпта дәптерлерін ауыстырып, бірін-бірі берілген дұрыс жауап эталонымен тексеріп шықты. Тапсырманың дұрыс орындалуына қарай балаларға бал жазылған тиындар тарату арқылы бағаланды. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай автобусға алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшық еттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады.
Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Ал балалар, ал енді мына жерде мәтін не туралы екен? Қазір бізге Бернур оқып берді. Мәтін не туралы екен? Велосипед. Не туралы екен? Велосипед туралы екен. Ал велосипедтің қандай пайдасы бар? Ал, айтыңызшы. Велосипед пайдасы аяқты ұзартады. Аяқтың бұлшықетін не істейді? Жақсартады. Адам денсаулығына қандай екен? Жақсы, пайдалы. Пайдалы көліктің түрі екен, өте жақсы. Балалар, олай болса, осы мәтіндегі В дыбысы бар сөздерді табайықшы, қане? Трамвай, велосипед, көлік неге болмай ма? Автобус, автомобиль, тағы трамвай. Өте жақсы балалар. Мәтінмен жұмыс жасалғаннан кейін сабақтың әріптер сөйлейді айдары бойынша балалар топтық тапсырма орындады. Мұнда мәтіндегі В дыбысы бар сөздердің айтылу ерекшеліктеріне тоқталып, дыбыстық талдау жасады. Топтар өз жұмыстарын сағат тілімен ауыстырып, бір-бірінің жасаған жұмыстарын берген дұрыс жауаптармен тексеріп, басбармақ арқылы бір-бірінің жұмыстарын бағалап шықты. Топтық тапсырмадан кейін мен саған сен маған әдісімен сабақты қорытындылап, балаларға кері байланыс парақшалары берілді. Балалар бүгінгі сабаққа деген өз пікірлерін білдіріп, кері байланыс парағын толтырып, мұғалімге өткізді. Ал балалар, енді бүгінгі сабақты қорытындылады. Бүгін біз сабағымыздың мақсатына жеттік па? Қараңдар. Бүгін В дыбысы туралы білімдерін пысықтап толықтырдық па? Толықтырдық. Ары қарай, В әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасай отырып, сауатты жазуды үйрендік пе? Үйрендік. Яғни бүгін сабағымыздың мақсатына жеттік. Олай болса, балалар, үйге мына тапсырманы аласыңдар. Үйге 22-ші жаттығуды аласыңдар. Көмектердің орнына түсіп қалған дыбыстарды жазып келесіңдер. Түсінікті ғой? Болды. Сабақ соңында барлық кезеңдер бойынша оқушылар өздерінің жинап отырған тиындарының балдарын бір-біріне қосып нәтижесін шығарды. Оқушылардың тиісті балдарын журналға қойып шықтым.